Қайырлы күн менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай дастарханның сәні болатын керемет қызылшадан салат жасап қана көрсетпей, қызылшаның қандай пайдасы бар туралы ақпараттар айтып өтемін. Салат жасау үшін бізге 2 дана қызылша, жуаның жартысы және жүгері қажет болады. Мама, не істеп жатырсың? Қызылшадан салат. Қызылшаны осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, қызылшаны пісірерде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады және қатты болып піседі. Түбін, сабағын кеспеңіз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетеді. Егер қызылшаны тазаланған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сүрке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпауына көмектеседі. Қызылша тез пісуі үшін 1 ас қасық қант немесе өсімдік майын құйыңыз. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның беті ал қызыл болып жүреді. Себебі темірдің сіңуіне әсер етеді. Енді жуаны тураймыз, оны жұқа етіп турау керек. Достар, қызылшаны жиі қолдансаңыз, шашыңыз қалың болады, жылдам өседі және жылтыр болады. Оған қызылшаның құрамындағы В дәрумені ықпал етеді. Бұлшық еттің массасын арттыруға көмектеседі. Өйткені қызылшада магний мөлшері көп. Достар, ақпарат егер пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұсынамын. Алдағы уақытта да осындай пайдалы ақпараттар беріп, әрі рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның есте сақтау қабілеті артады. Себебі қызылшада йод көп. Тұмау тиіп, суық тиген кезде мұрынға тамызады, тамақ шаюға қолданады. Құрметті менің алтын көрермендерім, осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәруменге өте бай, өте дәмді салат шығады.